Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге бірінші байлық денсаулық арнасы. Бүгін мен сізге ең көне және пайдалы көкөністердің бірі пияз туралы айтқым келеді. Бірақ бастамас бұрын лайк басып арнаға жазылыңыз. Жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыз. Бұл маған шабыт беріп, жаңа видеолар шығаруға ынталандырады. Пияздың 400-ден астам түрі бар. Пияз әлемнің көптеген аймақтарында өседі, бірақ оның отаны оңтүстік батыс Азия мен Үндістан болып саналады. Пияз әртүрлі халықтар мен мәдениеттердегі тағамдық және емдік қасиеттер үшін бұрыннан бағаланған. Пияз туралы Библия, Құран, Веда сияқты қасиетті кітаптарда, сондай-ақ Гомер, Гиппократ, Диоскорид және де басқалар еңбектерінде айтылған. Пияз ежелгі египеттіктерде мәңгіліктің символы, ежелгі гректерде батылдықтың символы, ежелгі римдіктерде құнарлықтың символы болды. Пияз сонымен қатар халықтар арасында дәстүрлі медицина мен сиқырда маңызды рөл атқарды. Пияз құрамында көмірсулар, ақуыздар, майлар, клетчатка, дәрумендер, минералдар және тағы да басқа адам ағзасына пайдалы биологиялық белсенді заттарға бай. Нақтырақ пайдасы туралы баяндап берейін. Иммунитетті нығайту және инфекциялардан қорғау. Қан мен қан тамырларын холестерин мен токсиндерден тазарту. Қысым мен жүрек қан тамырлар жүйесін қалпына келтіру. Тәбетті және ас қорытуды ынталандыру. Анемияның алдын алу және гемопоэзді жақсарту. Қандағы қант деңгейін төмендету және қант диабетін алдын алу. Жөтел мен бронхитті жеңілдету. Жаралар мен күйіктерді емдеу. Тері мен шаштың жағдайын жақсарту. Қатерлі ісік пен қартаюдың алдын алу. Сіздерге бұл бейне тек танымды емес, сонымен қатар пайдалы болу үшін халық медицинасында пиязды қалай пайдаланады, сол туралы айтып өтейін. Оған көшпес бұрын естеріңізге салайын. Берілген рецепттерді қолданбас бұрын дәрігер кеңесін алыңыз. Тұмау мен суық тиген кезде бір пиязды үккіштен өткізіп, 2 үлкен қасық балмен араластырып, әр 2 сағат сайын бір кішкентай қасық ішіп отырыңыз. Бронхит пен жөтел мазалаған кезде 500 грамм туралған пиязды 400 грамм қантпен араластырыңыз. Үстіне 1 литр су құйып, бая отта 3 сағат пісіріңіз. Пісіп болғаннан кейін жақсылап салқындатып, күніне 3 рет үлкен қасықтан қабылдаңыз. Мұрын бітілгенде әр танауға 2-3 тамшы жаңа сығылған пияз шырынын тамызыңыз. Отит пен құлақтағы шу мазаласа, ауырып жүрген құлаққа 3-4 тамшы жылы пияз шырынын тамызыңыз. Балаларға тамызар алдында сумен араластырыңыз. Геморрой кезінде пияз шырынын балмен 1-2 қатынасында араластырыңыз және күніне 3-4 рет тамақтанар алдында бір кішкентай қасықтан ішіп отырыңыз. Қуығыңызда тас болса, 2 үлкен қасық пияз қабығы бар ыдысқа 2 жаңа қайнаған стақан су құйып 30 минутқа қалдырыңыз. Уақыт өткен соң сүзгіден өткізіп, күніне 3 рет үлкен қасықтан қабылдаңыз. Анемияға шалдыққандарға арналған пияз. 100 грамм ұсақ туралған пиязды 100 грамм балмен 50 грамм мейізбен араластырыңыз. Күніне 3 рет үлкен қасықтан қабылдаңыз. Гипертония мен атеросклерозға қарсы арналған пияз. 250 грамм ұсақ туралған пиязды 1 стақан қант пен 1 үлкен қасық балмен араластырыңыз. Жарты литр арақ құйып 3 сағат қайнатыңыз. Дайын болған соң салқындатып алып, тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 3 рет 2 үлкен қасықтан қабылдаңыз. Жаралар мен күйік кезінде бір орташа пішінді пиязды ұсақтап, 1 үлкен қасық өсімдік майын қосып, бір текті болғанша суға қыздырыңыз. Дайын болғаннан кейін салқындатып, терінің зақымдаған жерлеріне жағыңыз. Аллопеция мен қайызғаққа қарсы арналған пияз. Бір үлкен пішінді пияздың шырынын сығып, 1 үлкен қасық бал мен қаймақ қосыңыз. Бас терісіне немесе шашқа 15-20 минутқа жағыңыз. Содан кейін жылы сумен шайыңыз. Дегенмен, пияз бәріне бірдей пайдалы емес. Пияз мына жағдайларда сізге кері әсер етуі мүмкін. Асқазан мен ішек жарасы, қышқылдығы жоғары гастрит, бауыр және бүйрек аурулары. Пиязға немесе оның компоненттеріне аллергия, жүктілік немесе емізу. Сондай-ақ, пияз шырышты қабықты тітіркендіреді, тәбетті арттырады және ауыздың иісін күшейтеді. Сондықтан пиязды қалыпты мөлшерде тұтынып, ауыз қуысының гигиенасын сақтау керек. Тағы қандай тағамдар асқазанға зиян екенін білгің келсе, арнаға өт. Пияз тек пайдалы ғана емес, сонымен қатар қызықты көкөніс. Міне сізді таңғалдыруы мүмкін пияз туралы кейбір фактілер. Пияздың құрамында алма мен алмұртқа қарағанда қант көп. Пияз құрамындағы күкірт қышқылы кесірінен көзімізге жас толып қызарып ашиды. Пияз Уэльс мемлекетінің ұлттық символы және осы елдің қамқоршысы саналатын әулие Давидтің ерекше белгілерінің бірі.
Міне суреттегі сол кісі. Пияз 1492 жылы Гаити аралында Христофор Колумб отырғызған алғашқы тағамдардың бірі болды. Пияздың орта ғасырларда құнды болғаны сонша, ол валюта ретінде пайдаланылды және құрмет белгісі ретінде берілді. Пияз иттер мен мысықтар үшін улы, сондықтан сіз оларға бұл көкөністерді бермеуіңіз керек. Пияз әлемдегі ең танымал көкөністердің бірі. Жыл сайын шамамен 105 миллион тонна пияз өндіріледі. Сіз пияз туралы жаңа және пайдалы нәрсе білдіңіз деп үміттенемін. Егер сізге бұл бейне ұнаған болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Жаңа видеоларды өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басыңыз. Сондай-ақ бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіз. Олар да пияздың емдік қасиеттері туралы біліп жүрсін. Назарларыңызға рахмет.